Так, жігіттер, түнгі қосылу. Түнгі болғанда, кешкі. Сағат 19:22. Яндекспен бір жаққа шығайын деп отыр деп ойлап отырсыңдар ма? В общем, бүйтіп айналдырып қойшы. Короче, братва, балыққа бардық. Дамаспен балыққа барып кетек. Қызық болып қалар. В общем, четкий болып киініп болдық. Мынандай зимний парткаларын киіп алдым. Зимний болғанда охотаға келдім. Мен вообще өзім балық жақсы көрмеймін, балық аулаған, бірақ барып көрейік та. Давайте-ка қызықтар болса түсіріп адам. Қызықтар болғанда полный балыққа барғанды түсіреміз, сол жерде көреміз. Не қызық бар, қызық емес па деп бағасын берерсіздер ғой. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Разный гость. Жақсы өзің ғой? Ice cube болып келіпсің, ice cube. Иә. Hello, babies. Ассалаумалейкум. Сендер балыққа барған адам ұқсамайсыңдар ма? Әзір солдағысың. Ассалаумалейкум. Нау, күшті автор деп. Жаңбырдың астына образы болады, әдемі. Балыққа барардың алдында арнайы ән жаздыртып алу керек екен. Сол кезде балыққа ән айтсаң, балық тезірек түседі екен. Гүләп шын айтып жүрген. Ушыңызшы ме камераңыз? Кастингке дайындалып жүрмін. Елдер нәжде балыққа барайын десем, мынау біреу өлең айтып, мынау кастингке дайындалып жүр. Маған ғана керек па сол балық? Далада жаңбыр жауып тұр. Балықтар аспан қарап, ауыздарын ашып тұр. Бізге қашан корм береді? Қашан прикорм жасайды? Закладка лақтырады деп. Ақындық қасиеті бар өзінің. Далбандық қасиетімен қатар жүретін ақындық қасиеті. Жаңа Данияр 15 Pro. Супак. Аллай. 2 сағат өткеннен кейін 4 сағатым болды ғой. Сен айкен көтеріп аласың соң. Қалайсың, Данча? Яқшы. Кеттік ау. Данча, нені артын өшірсеш? Ана жақтың артын. О, құттанның уақыты келді. Так, достар, кетіп батырмыз уже. Шығып батырық. Қармақ, тамақ бәрін алып алдық. Екеу балық емес, прогулкаға шыққан сияқты, біреу зонтиға бағады. Әлі балық қосылай шыға ма, я? Түнгі сағат 10:40. Сондай ғой дейм, я? Сағат қанша? 11-ге 5 минут қалыпты, әлі балыққа жеткен жоқпыз біз. Балықтар дайындалып отырып келек, асықпай келе беріңдер деп ақшайсыздар. Жұлдызды түнде шаттанамын, қайтейін жете алмай жатырмын балыққа дейін. Сағат деген 23:30 болды. Балыққа осындай түнде шығасыңдар ма сендерде? Балдар. Мен БТР мәтері от алып тұр. БТР давай деп тұр. Осыны тамақ алу керек екен ғой. Так, братва. Магазиннен заттарымызды толтырып алдық. Енді браттар көл іздеп отыр. Оказывается, балыққа барған кезде бірінші қармақтарын дайындайсың, одан кейін отын дайындайсың, отыратын затың, киетін киімің, ішетін тамағың, сосын ең главный, көлді тауып алу керек екен ғой.
айтып қоймайсыздар ма, мен білмеймін ғой. Йо, братва, балық таптық қой біз. Қаскелеңдемін дейді, қазір келіңдер. Қаскелеңдемін болғанда Қаскелең жақтамын дейді. В общем, едем туда. Сосын сюда. Сосын, а может пош... Түнгі сағат 12. Үйден қаншада? 7-де шықтық па біз? Әлі Алматыдан шыға алмай жүріп қой. Пересменка дейді, заправкаға келсек. Соған пока что наны қараса, бабабай ғой кәдімгі. Бұл Данчо машинаның ішінде сыймай отыр деп ше. Тізесі әншеге тиіп отыр. Әйелі оны сүйіп отыр. Ал. Бумер киносындағыдай поселокта келе жатыр қой. Жалпақсай елді мекені. Көшеде. Видеоны әнмен әрлеген Данчо. Видеоны әнмен әрлеген Сол, есі дұрыс адам үйінде ұйықтап жатыр негізі. Балыққа шыған, ертең таңертең асықпай шыған балыққа деген сияқты. 3-те, 4-те шығып кетейін балыққа деп. Есі дұрыс емес, біз сияқтылар түнгі сағат 12-де. Я, балыққа барайық та. Бір болды Сағат 1-де балық түстейді ғой деп. Жыным кеп келатқаншы. Ал сіздерге бұлай түсірді. Эй! Көрдіңіз ба бұл? Бұлай сен. Жол өзімен өзі болып тұр ғой. Барынша дұрыс жол болған секілді енді. Ямахау, Ямасау. Джиптар жүретін жолмен келе жатыр. Я, балыққа негізі балықты сүйер адамсың ғой негізі. Мына бүгінгі дайындалып шыққан дайындығымыз сенің ойың бойынша қалай? Қанша балға есептеледі? 10-нан 5. 10-нан 5? Сен кішкене андай не екенсің, андай ақ көңіл енді ешкімді ренжітпейін. Мен 10-нан 1 қоятын ем. Негізі аяқ асты шығып кеткен рыбалка күшті болады. Қазір көреміз енді қанша балық ұстайтындарыңды. Мен өзім балыққа жоқпын енді. Просто контент болсын деп бара жатырмын. Оның үстіне Дамаспен де андай балыққа барғым келіп, Дамастың өзі былай балыққа барайықшыға деп. Балықтың исін шығарып жүрген десең, машинаң сасып отыр екен деп айтып. Арттан келді әне Рыбнадзор. Төбесінде мигалкасы бар кәдімгідей. Айттым, Рыбнадзор дедімші, сенбейсіңдер. Не болды ол? Не болды ол? Гаи тоқтатып. Гаи тоқтатып. Прикинь, жаман жолда кетсің, гаи тоқтатып алған. Барайық енді. Сен реши аласың ба? Причина остановки деп па? Кетші. Жайдаға деп кетіп қалған. Ну ладно. Ну ладно. Балыққа келетқанда гаи тоқтатып, кенеттен машинадағы отырған жігіттердің құйрықтары жым-жым етті. Сол сәтте Дархан мен Данияр Дамастың ішінде отырып деп қарқ-қарқ күлуде. Сол тоқтатты. Қайда барасыңдар? Балыққа. Давайте деп жібере салды. Әлі де ана жігіттің документтері бәрі зор екен деп ше. Қасындағы пассажир онша емес, есігін ашып жауып, сол үшін тоқтатты. Насып етіп қоятсың ба деген сияқты. Қазір ондайға жол жоқ, 90 мың теңгелік айыппұл төленеді.
ваннадан балық аулап атпайбы, жан жақта көл ештеңе байқалмайды ғой. Андай магнитпен жана парктерде болады ғой, бассейн ішінде тұрады. Так, достар, пока что жаңалықтарымыз осы. Қазір қызықты бірдеңкелер болып жатса, тағы да қосылатын боламыз. Сіздер экраннан алыстамаңыздар. Тамақ жеп отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Видеоға лайк басып, астына комментарий жазып, комментарийда как штик общение ғой, что там, не істеп жатсың, қақтансың, а? Деп. Бәрекет, түгейс қуды. Түгейс ба, Нұргейс ба? Жалпақсайда көл іздеген банда деген деректі фильмге қош келдіңіздер. Жігіттер көлге түсетін жол іздеп кетті. Нұреке, түн жарымда балыққа шыққанның сыры неде? Азарт қой. Азарт? Азарт басу керек дейді. Короче, балыққа баратын жер іздеп біреудің қорасына кіріп кеткен. Карта тупитетіп. Картамыз тупитетіп. Карта дегенде қалай? Карта болғанда сен карточник қой. Туалет жағында жүрсің ғой біреудің. Туалет бар ғой. Біреу отырса ойлашы қасына. Машиналар келіп отыр. Мынау. Міне ғой, танкі ғой, көрдің ғой, брат. Любой жерден шығады ғой. Тфай деп пұшқа. Тфай. Көтеріп жүрмейді біраздан. Оған да кез келер. Мына жүрісімізбен деші. Мына жүріспен, мына екеуінің артынан ерлесеміз деп. Мына артай жонда бармаймыз деп. Сағат деген. Сағатымыз қанша телефоннан? 1-ден 16 минут кетті. Әлі бірде бар, балық аулағанымыз жоқ. Мына жер реально буфер дегенші, бумер сияқты екен. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И мы такие, жизнь такая. Да. Прямо жүріп кету керек шығар. Тупик апарып тіреп тастап отыр ғой. Анау ары қаратай прямо жол. Ой, прямо жүрсең қара уже барып тірелесің, басқа жолға түсіп кетесің уже. Жігіттер, мен емессіңдер ма сендер деп. Беріп көрейін. Жоқ, ана мынау жолмен прямо тупик болғанда бір көре сау керек еді. Жоқ, осы алдына бір келгенде өсіп келген болатынбыз, бүйтіп бірдеңенің арасынан бүйтіп өтіп кірген болатынбыз ғой. Тағы да барып көрейік. Снимаешь. Мына жолды бүйтіп көрсетіп отырайын ба? Енді былай қарай дейсің. Былай қаратай. Ема. Ой-ой. Ошо. Ема, короче. Мынау, короче. Мына камерада көрініп тұрған жоқ па, в общем. Джиптар жүретін жол ғой мынау. Мынандай дополнительный фонарикпен жолды көріп келатқанбыз. Ойбай. В общем, достар, тамаша алыңыздар. Ой жерде өтеді екен. Базар жоқ. Йо-май. Өте алмаймыз деп ойлағам негізі. Уже 100% тығылып қаламыз ау деп ботинка киіп дайындалып отырғам ғой мен. Кроссовканы шешіп. Ойбай. Қайтан әжеге не төсіп тұрды аңдайшы. Қаяқта жүрік. Ойбай, достар, мынау күтпеген жағдай болды. Мәш. Дамас
тығылама десем, Мерс тығылып отыр ғой. Енді артқа бер. Итереміз бе? Жоқ, шығайын деп отыр. Тағы да бір рет көрсіндеші. Тағы да алдыға артқа ғой. Ойбай, мынау кім? Үйретпейсіңдер ме деп айтты деймін. Сол білесің бе? Түн жарымда шеше балыққа шықтым. Болды қал. Осы жерден рыбалка бітеді ал. Ары қарай оффроуд басталады достар. Не деген контент мынау шеше. Еркек. А? Ё-моё. Минус бір машина деші. Ё-моё. Тоқта деп айтпағанда түсіп кететін еді ішіне. Çöp alып жүру керек қой деймін, блядь, тайып кетті ау бәрібір, алшы, чөпті алшы. Қатты газовать етпей, бір өтіп көру керек. Жолын бойында тұрған. Алынбайды онда, алынамын. Алып бара келді. Тастап мынаның үстіне шығамыз ба? Сөйтеміз ба? А? Сол дұрыс сияқты ғой. Не? Тайқарды көрдіңдер ме? Оп, бара келді. Рөл таңдамай жатыр ғой. Оп, өтті. О, шеше. Сука. Айтын ботинка киіп аласақ. Киіп алса бәле. Пока қатты болғанбай тұрамыз. Кет, қайтесек? Келкеде заднюю. Қойш? Шөптің үстіне шығасың ғой сразу. Анау адаш қадалып қалма. Ары қаратай тас кішкене жолы. Біз деген батпаққа қадалып қалдық. Наңғырымдар үстін бәрі жоғалып. Қазір дамас өтеді. Арма? Ой, жаңа джиптар өтетін жермен пиер келеді ғой.
ойбай. Арма деп ше. Айда. Жануар. Әне ғой, әне. Бұл дегенің БТР ғой. Ағайын-ау. Айтам сендерге, ДАМАС алыңдар, ДАМАС деп. Тянет как КамАЗ дегіз ме? Өткесін ба? Бұлай алып көрейін. Ей, тамаша да бұрғасама деші. Еще өлең қосып көрсең, вообще потолок қана жерде ше. Қызық, қазір емес негіз ертең болатын сияқты қайтадан кезде ше. Жаңбыр жауса ма ертең? Видеода вообще болайын деп тұр ғой. Ертең видеоға түсірсеш. Қайтқанды ба? Кеше келген жолда. Ойбай, түн ішінде қатты білінбейді, аға? Қатты білінбейді. Жаңа білмеймін не түсірген мысалы. Жолға қарап отырғанда камераға қарамап қаяқты түсірдім. Контент подкатил деген осы ма? Көрініп тұр ма? Жана ана жерде запрещено деп жазылып тұр, неге? Купание шығар может. Жоқ, короче, озеро Арыблино дейді. Арыблино деген балық жіберіп қойдық деген әңгіме ғой, а? Маяққа точно бармай қоямыз ғой. Неге? Қара. Қатты ма? Аманға. Бірақ мэрсің жарықты ғой. Болды-ау. Теріс айналды. Қымды. Теріс айналдың. Мэрстің бірақ дөңгелегің просто лысы болмаса негізі мэрсің. Тұрып қалды ма? Тұрып қалды. Алдыға емес, артқа емес. Спасение рядового Мерса ма? Кеттік жер барып. Бетігін киіп аш. Данчо. Кам? Профессионалдар сияқты дайындалыпсың. Айбы, ана новый. Мынау Зарадан алған тәпшік ма? Көкем шешем мықты, балыққа Зарадағы етікпен шығады. Так, ана жеріміздің жолымыз қиын екен, Данчо ой. Қалай? Сұлап көрсетіп жүрейін де мен жаңағыда, Сөйтсеш. Танк қойш. Танк ғой, танка! Это танка! Андақ көріністі даладан түсіру керек еді ғой. Қайталаш. Сырттан түсіріп алды. Отпадың ба, брат? Отырып алмадың ба? Отырып алайын ба? Иә. Өте дегенсің ғой. Салмақ боласың дейсің. Сен не алса артына отырғаш дейші. Әнді биді күйші балапан дейші. Мынау аса оқайда кетіп батырды. Кең аузына ауыздығын салып қой көру. Ертең обедке дейін келеді. Ойбай.
кеуіп қалар деген ниеттеміз. Көке, камераңызды тастайсыз ба? Екі қолмен мықтап ұстайсыз ау. Қорқпаң, өке. Оңға қаратай аласың ау. Неге? Сол дұрыс болатын сияқты. Деп тайғанап көлге бар. Чөлпенде қаласың ба? Келетін жерге келдік ау. Бірақ мына жердің қожайынын таба алмай жатырмыз. Көл ана жерде екен. Сосын мына жерде көл бір екеуінің ортасында тұрық. Қайтар жол ертең қызық бөлініп тұр, достар. Қалай ұйықтамағансыздар ма? В общем, қожайын жоқ. Сағат 3 болды уже. Күтіп отырмын деймін. Шын айтамын. Балдар. Өйт. Дайындық. Қармақтарды реттеп. Будем посмотреть дейді. Астынан білетін не ғой? Көрсейді осы бала. Қаншамнан дайындап қойдың, қайнаса осы мерзіс қолына ренжімесің. Пока виндасында несі бар? Алтыда түседі дейсің ба? Балықтар будильникті 6-ға қойған ба сонда? 6-да түспейді, 7-де түседі ғой. Бұрынғы уақытында. Бұл да қатыратты. Bir saat қалысып кетті ғой саған. Ничего. Камераны таппай қалдың ба? О, тапты. О, көрдің ба? Братан, бізде бәрі нормаль, кете берді. Танчо, етігін көрсетші брат. Нет. Танчо. Бірдеңе деп жатыр. А? Бірдеңе деп жатыр. Бір нәрсе деп отыр, а? Рыбалка аяқталды. Уақытымыз отыр. Сағатымыз 10:30. Әлі де үміттеміз. Үміттенудеміз. Ана жақтан жаңбыр келіп жатыр. Ана жерде орыс көкем. Итімен өзгеген. Зарылым болмаса көкем шеп балық ұстап, Петровичтарына звондап. Түсіп атқан жоқсың, Данчо, ойымдамашы. Ал енді түсіп түсің дейсің. Енді түсіріп атын бауын. Судың бетінде секіріп жүрсіңдер, бір қармаққа ұятты қонақ қойды, бір түсіп қоймайсыңдар ма?
Так, братва, в общем, балық түспеді. Қазір ана рыбацкий неге барып толстолобик деген балықтың тамағы бар екен. Планктон дейді екен. Мен білмейді екенмін. Сендер білесіңдер ме? Білсеңдер лайк басып қойыңдар. Соны алып келейін деп кетіп барадық. Данчо екеуміз. Сенің серігім Сергей. Евгений Жбаневский. Арнайы Дәке Грузовой Яндекс үшін. Короче, достар, Жалпақсай жақтағы магазинге келдік. Киіз ғой? Киіз ба деп ше. Осы жерде балықтың заттары сатылады дейді. Ана зоодүкен дегенде бар шығар, я? Шақтың күйбеш бауыр ағып атыр ана. Қойшы. В общем, жаңағы неміз қайда? Корм. Данчо дейін? Корм қайда? Аяқпен мұжып езіп тастау үшін. Бершісінен біреуін алайыншы. В общем, планктон деген мынандай нәрсе екен. Осын суға саласын, ол ерейді. Мыналар келеді. Соны жейді, короче. Еще блатной, но клубничный заказ беріп, ешек бастар. Балық бастар, то есть. Еще конопля деген түрі бар екен, естің бе, жаңа көрдің бе? Бір конопляны астында. Толстолоб Виктор қатып қалғанда. Сол, алып алдық, соны тіске басар алдық. Итого, қаншаға қораға кеттік біз? 5000-ға кеттік қораға. Let's go, let's do it, motherfucker. Ал, тамаша. Ода, пісмін. Мынандай қызықты жолға келдік. Кеше түн ішінде жүрген жол ғой. Сіздерге былай бір көрініп, бір көрінбей қалған шығар. Мінекей әлемдегі ең қызық футбол болатын поле осы. Кезінде барлықтарымыз осындай поледа өзімізді Марадона, Криштиано Роналдо, ол кезде жоқ қой, Рональдиньо болып сезініп ойнап жүрген. Пеле, Кан деген вратарлар болады бәрі. Кака, Оуэн дегендер бар. Сондай, в общем, жердеміз. Сіз қараңыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Басталды. Бүгін сәл-сәл былай кеуіп қалғаннан кейін бе, или күндіз болғаннан кейін ба, нормальный көрініп тұрғаншы. Қазір мына жерде басты қарсылас. Сол қапталдан жақсы шабуыл. Мәшішен, алдын ұрдық деп ше. Бамперін түсіп қожмайсыз. Ең қызықты жер осы жер болған кеше. Алдымызда ар қойсақ, біреулер бері қойған. Осы жерден деп өтіп кеткен бұл жерден. Воу! Воу! Айттым ғой өтеді. Нандай болып жатыр ғой. Жағдай былай, аяқтап боти, маған бәрібір деген сияқты. Сол, қайтадан келдік, қазір көреміз енді ана жаңағы алып келген клубника маракуйямен. Колодкамыз сықырлайтын болыпты. Былай, алдымен бензин салу керек, қалды. Қалай келейін деп отырмын ғой. Біз мерседестің жаңа тұрғанымыз ғой. Так, жаңағы сынақ нелердің бәрін салып жіберді. Так, достар. Ана жерде ата балық болып отыр. Жаңағы біз өмірге әжеге тұрайын деген ғой.
Жоқ деп балдар ана жаққа барып тұрсаңызшы, сол жақта күшті ұстайды деп жіберіп жүрген ғой. Негізі қайда реально күшті ұстайды екен сол жерде. Екі толстолобик ұстап отыр ғой. Толстолобик қазақша мағынасы маңдайы дәу балық, кең маңдайлы. Ош. Сол. Бізде жатысынандай. Точнее отырыс. Араларымызда балық жақсы көретін жігіттер бар ма? Балық аулауды осыны бір психология деп қабылдайтын братвалар, лайк сіздерден. Енді мына жерде көп детальдарын білмеймін жатырмын балықтың, өйткені мен балықпен қатты бір қызықпаймын, шұғылданбаймын. Сондықтан да түсіністікпен қараңыздар. Кей жерде қате болып жатса айып етпеңіздер. Мына жерде жігіттер уже екінші қармақты лақтарды, жаңа алып келген немен, планктонмен. Күтудеміз. Мен енді қазір видео көрме қай жерге қоямыз. Көкек кіргізіп шығарып бетін шығарып шықпаймыз. Әйтеуір бір балық ұстадық ау. 12 сағат жүріп деп жылап жатсың. Боза жоқ. Әне балық. Балық бас сені күттік қой. 12 сағат болды. Ана балықты көрсет. Ең үлкен балықты көрсетейін бе? Нұр ағамның трофейі. Видеода ет түсіріп жатыр. Басынан айтшы дегенсің бе? В общем, достар, үйге қайттық. Сағатымыз 3 болды. Ровно 24 сағат деген үйге қайтып жатыр. 12 сағат, 24 деп бұл. Сол, осымен біздің рыбалка, оффроуд жаңағы қылмыстық әрекеттер оқыш бітті. Үйге қайтып жатырмыз. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Осындай контент қалай сіздерге ұнай ма? 12 сағатта нәтиже бір толстолоб. 12 сағатта бір толстолоб ұстадық. Оны еще бізде ұстаған жоқ, просто қасында қарап жүр ғой. Біз отдыхающий ғой, бізден не сұрайды? Ой, давайте. Лайк.